жоқ, Құдай үшін өтінем. Жалынам. Сеньор, өз басым сізге еш жамандығым жоқ. Бұл кетек отбасым үшін бардым. Байғыз анам науқас. Ал әкем болса ішіп кетті. Патша маған бір дорба алтын бермекші болды. Ал бауырларым, Тоқтай тұр. Сонда Фионаның әкесі осы үшін саған ақша төледі ме? Бай патша ма? Иә. Ал керек болса, патша әкемнің берген батасы осы болды ғой. Ой, қойшы Шрек, несіне ренжейсің? Сенмен кездескендердің бәрі тісін қайрап шыға келеді ғой. Иә, рахмет. Егер шынымен сұлу ханзада болсам, Фиона шын бақытты болар ме еді? Иә, патша да осылай деген. Кешіріңіз, менен сұрады екен деп ойлап қалдым. Шрек, ештеңеден тайынбайтыныңды Фиона біледі ғой? Егер мүмкін болса, әрине өзгерер едім. Мен тек оны бақытты еткім келеді. Тоқтай тұр. Бақытқа жеткізер, мөлт еткен бір тамшы көз жаса. Есек, басыңа түскен ең қайғылы жағдайды есіңе түсіріп көрші. Достым, оның қайсысы бірін айтайын. Алдымен қарт диқан мені сиқырлы бұршақтарға айырбастайым деп біраз әуреге салғаны бар. Содан кейін бірде ол ақмақ қонақ шақыртты ойлады. Ал қонақтар менің құйрығымды бұрап тиіп тастады. Құйрығым әлі де ауырады. Ол аздай мас болып бәрі пинята деп мені таяқтың асталды. Пинята деген жоқ, есек, маған жылағаның керек. Маған сілтей берудің қажет жоқ. Білем, көңіл күйің жоқ. Бірақ енді... Ең кішкентай жүнде соңбаған сымырай. Не? Қосылды ма? Енді қосылды ма? Сіз Пері ханымға хабарластыңыз. Қазір жұмыс орнымда жоқпын. Не болмаса қолым бос емес. Егер кеңсемізге келетін болсаңыз, қуана қабылдауға жазамыз. Болашағыңыздың бақытты да баянды болуын тілеймін. Саяхатқа шығуға қалай қарайсың, есек? Өте жақсы қараймын. Шрек пен есекті қызықты оқиғалар күтеді. Болмайды бізге ешкім кедергі. Тоқта, дәу. Сені бағалай алмаппын. Қатарымызға қосыл, қателескен сен ғана емес. Ар намысым мен ант етем. Маған аяушылық білдірдің. Сол үшін қажет болған жағдайда өміріңді сақтап қалуға, әр жаныңнан табылуға міндеттімін. Жалықтырып жіберетін мылжың жануардың орны онсыз да бос емес. Кеттік, Шрек. Шрек? Шрек! Ой, қойшы енді есек, қарашы. Етіктері қандай кішкентай. Өмірде етік киген мысықтарды көріп бедің, шыныңды айтшы. Жанымызда жүре берсін. Не дейсің? Естідің бе? Парылдап жатыр. Енді сүйкімді бола қапты. Жарайды енді есек, еңсеңді түсірме. Еңсең түсірме? Әрине саған айтуға оңай. Еңсең түсірме дейді ғой. Шрек. Шрек? Екеуі де мерекеге лайық емес пе? Сен қалай ойлайсың, Гарольд? Иә, жақсы. Тым болмаса қызыңның үйлену тойына бей-жай қарамайтындай түр танысаңшы. Лилияна, шынымды айтсам, менің ойымша оның керегі де жоқ. Мүмкін той болмайтын да шығар. Апа, әке? Сәлем қымбаттым. Не дейсің, Седрик? Жақсы, келе жатырым. Апа, Шректі көрмедіңіз бе? Жоқ, көргем жоқ. Барып әкеңнен сұрап көрш. Сабырлық сақтап, абайлап сөйлес қымбаттым. Бүгін өзі біртүрлі болып жүр. Не бұйырасыз, мәртебелі тақсыр? Иә. Өте дәмді екен. Бұлдағым қалай аталады? Иттердің таңғасы ғой, ұлы мәртебелім. Иә. Олай болса жақсы екен. Жарайды, бара бер, Седрик. Әке, Шректі көрдіңіз бе? Жоқ, қымбаттым. Салқында үшін батпақ іздеп кеткен болар. Кешкісін біраз керілдесіп едіңдер. Соған кеткен ғой. Сіз де естідіңіз бе? Қарағым, екеуіңді бүкіл патшалық естіді. Айтпағым, оның табиғаты сондай. Бұлайша айтқанда, дөрекілік оған таң қасиет. Сіз де оны құшақ жая қарсы алдыңыз деп айта алмайын. Ал сен қалай ойлап едің? Оның не істегенін көрмейсің бе? Шрек мені осы қалпында жақсы көреді. Менің бақытыма қуанатын шығарсыз деп ойлап ем. Қарағым-ау, мен саған тек жақсылық тілеймін ғой. Өзіңнің де жақсылыққа қарай ұмтылғаның жөн болар деп ойлайым, қызым. Білесің бе, Шрек?
Xo'sh, rас па? Оу. Жоқ, бұл өзі бір түрлі жер екен. Дереу табанымызды жалтыратайық. Бұл перінің жеке жайы. Патшалықтағы сиқыр су дайындайтын ең ірі өндіруші болып саналады. Ендеше барып бір шынаяқ сиқыр судан ішпедік пе? Қалай? Әзіл қой екенсің. Амансыз ба, мұнда... Перімен кездесуге келдіңіз бе? Өкінішке орай ол кісі орында жоқ. Жером, кофе мен бәл шәкел. Бол. Иә. Пия пері ханым. 1 минут. Бүгін ешкімді қабылдамайды. Түсіндіңіз бе? Түсінем ғой, біз кәсіп одақтан келдік. Кәсіп одақ дейсіз бе?